Сәлем, танысып қояйық. Менің атым Іңкәр. 5-ші сыныпта оқимын. Бұл мен тұратын қала. Астана мен Алматы сияқты үлкен емес, бірақ бізде де әдемі жерлер көп. Мысалы, мынау Субұрқақ ерекше әсем. Жақында салтанатты ашылуы болды. Оған бүкіл қала тұрғындары жиналды. Мен мұндамын. Қазір қала басшысы сөз сөйлейді. Үлкендерде сондай дәстүр бар. Құрметті қала тұрғындары, қаламызда тағы бір демалыс орны ашылғалы тұр. Субұрқақ құтты болсын, суы таусылмасын, бұрқағы да таусылмасын. Бұл жай Субұрқақ емес, әртүрлі әуендерге сай би билеп, су шашатын ерекшелігі бар екен. Тура Астанадағыдай болып тұр. Қане, қосыңдар, бәріміз бірге тамашалайық Субұрқағын. Міне, осындай қызық оқиға болған. Жарайды, сүйікті қаламның басқа әдемі жерлерін келесі жолы таныстырамын. Себебі мен мектебіме келдім. Мұғалім үй тапсырмасына мен өскенде кім болам деген тақырыпқа дайындалып келіңдер деген болатын. Іңкәр, үй тапсырмасын орындадың ба? Мұғалім үй тапсырмасына қандай тақырып берді? Мен өскенде кім болам деген тақырып берді. Қане балам, өскенде кім болғың келеді? Мен айтайыншы ата. Мен айтам өскенде кім болатынды. Ал айта ғой Асқаржан. Мен өскенде спортшы боламын. Еліміздің атын шығарып, көптеген жарыстарда жеңіске жетіп, атақты боламын. Мен бәрі танитын болады. Бәрекелді, өте жақсы. Сонда қандай спорт түрімен шұғылданасың? Қандай болғанда ол жағын әлі ойлаған жоқпын. Мүмкін ауыр атлетика. Жоқ ата, ауыр атлетика ұнамайды. Одан да бокспен шұғылданамын. Ата, бокста ұнамайды маған. Біраз ойланып келейінші. Жарайды, бара ғой балам. Бауырсақ, тоғызқұмалақ демедің бе одан да? Ол жерде ешкім ұрмайды сені. Әй, Асқар, Асқат, тыныш. Әрі қарай жалғастырайық. Өскенде мен анам сияқты дәрігер болғым келеді. Үстіме ақ халат киіп, адамдарды емдеймін. Таңғы тексеруді бастаймыз. Ой, бұлай болмайды. Дәрігер не болды? 36-да 6, түсінесіз бе? Сіз сау адамсыз ғой? Сізді ауруханадан тез шығару керек. Мен өскенде тележүргізуші болам. Грим жасаушылар күнде бетімді әрлеп, әр шыққан сайын жаңа шаш үлгісін жасайды. Мен күнде әдемі болып жүрем. Жақсы екен жоспарың. Тележүргізушілер әртүрлі болады ғой. Жаңалық жүргізеді, бағдарламар жүргізеді дегендей. Сен қайсысын таңдайсың? Мен ауа райын жүргізем. Неге ауа райы? Себебі жаңалық жүргізетіндерді кішкентай қылып жартысын ғана көрсетеді. Ал ауа райымен таныстыратындарды бүкіл боймен көрсетеді. Әдемі киімдеріңнің бәрі көрінеді. Жылтырақ туфлең де көрінеді. Бәрекелді балалар, бәріңнің армандарың керемет екен. Мамандықтың жаманы жоқ, ең бастысы балапандарым, оны жақсы атқара білу керек.
Ата, Асқат айтпады ғой кім болғысы келетінін. Иә, Асқат қалып кетіпті ғой. Келе ғой Асқатжан, ортаға шыға ғой. Кел. Мен Асқат, айта ғой, сен өскенде кім болғың келеді? Айта ғой, барлық балалар айтып жатыр. Анам сияқты дәрігер боламын дейді Көркем. Асқар спортшы боламын деді. Сен кім болғың келеді? Мен аңшы. Асқат балам, мұндай арман ойыңа қайдан келіп жүр? Бұрынғы заманда аңшылықты күн көру мақсатында жасаған, ол кезде қазіргідей дүкен, супермаркеттер болмаған. Сондықтан адамдары аңға шыққан. Ата, мен онда сосын айтайыншы кім болғым келетінін. Жарайды Асқатжан, отыр. Мә саған, сазайыңды тарттырам қазір. Мә саған. Естеп отырсың? Ата, бұл не қолыңыздағы? Бұл қазақ халық ертегілері. Нағыз аңшылар мен батырлар ана компьютердің ішінде емес, міне осы кітаптың ішінде. Жүріңдер, мен сендерге ертегі оқып берейін. Тыңдаңдар. Ертеде, ешкі жүні бөртеде.